Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздермен бүгін ерекше кекстің рецептісімен бөліспекшімін. Рамазан айында барлық үйде осы құрма болады. Құрмамен тофи пудинг жасаймыз, яғни құрмамен жасалынған кекс жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет болады, және де соуспен жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрманы жақсылап сүйегінен тазартып аламыз да, пышақтың көмегімен жақсылап майдалап тураймыз. Барынша майдалап тураңыздар. Әрине кішкене құрманы тураған жабысқақ, бір ыңғайсыздау, бірақ сонда да осылай жақсылап майдалап турап алыңыздар ең бірінші құрманы. Менің каналыма әлі тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, жанында қоңыраушаны басып қойыңыз. Мені жоғалтып алмаңыз. Және де менде күнделікті жаңа рецепттер шығып отырады. Осылай жақсылап барлығын турап аламыз, және де шұңғылдау ыдысқа бірденнен саламыз. Құрманы майдалап турап болғаннан кейін бетіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, араластырып, бетін жауып бір шетке қойып қоямыз. 10-15 минутта тұру керек. 20 минут, жарты сағатқа дейін қалдырып қойсаңыздар болады. Егер де асығыс болмасаңыздар, осылай кішкене араластырып қоямыз. Бір рет болса да осы рецепті жасап көріңіздер, сөзсіз ұнайтынына сенімдімін. Өте керемет болады соусымен негізі. Енді еріп тұрған сары майдың бетіне қант саламыз. Қант пен майды жақсылап біріккенге дейін бір араластырып алуымыз керек. Екеуі тез араласады, егер де майыңыз еріп тұрған болса бөлме температурасында. Енді бірденнен екі жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біріккенге дейін. Миксер еш нәрсе қолданбаймыз. Қасықтың осылай лопатаның көмегімен жақсылап араластырсаңыздар жеткілікті. Сұйық массаның бетіне енді ұн мен ұн қопсытқышты араластырып, жақсылап ситаның көмегімен өткізіп салатын боламыз. Барлығын бірденен сала беріңіздер, ештеңе етпейді. Осы кезде шым-шым тұз салуды да ұмытпаңыздар. Енді жақсылап кішкене бірігіп кеткенге дейін лопатаның көмегімен араластырамыз. Сумен араластырып қойған құрманы енді барлығын құямыз сумен бірге бірденен. Енді жақсылап бір келкі масса болғанға дейін араластыру керек. Менде құрма жылы күйінде тұр. Қатты суымаған, қоса берсеңіздер болады, ештеңе етпейді. Міне мен осындай формаға пісіріп жатырмын. Шыны формаға сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген формаға пісіре берсеңіздер болады. Және де ең астына пергамент бумагасын төседім. Майлаған жоқпын. Негізінде соусын бетіне құйғаннан кейін жабысады деп ойламаймын. Егер де жабысатын формаға салсаңыздар, міндетті түрде сары маймен майлағандарыңыз дұрыс. 180 градуста 30 минуттың ішінде пісіріп алыңыздар. Қызып тұрған пеште міндетті түрде. Бетін кішкене текстеп жатырмын. Енді бетіне құятын соусын дайындаймыз. Бұл жерде менде қант, және де 33%-ық сливки, және де сары май. Орташа отқа қойып, жақсылап барлығы бірігіп, еріп кеткенге дейін ғана ұстаймыз. Қайнатпаймыз сливкиді мүлдем. Қант еруде, және де майы да бірігіп еріп кетуі керек. Егер де сіздер соустарыңыздың қоп-қоңыр болғанын қаласаңыздар, қоңыр қанттар болады ғой, сондай қоссаңыздар болады. Және де немесе кокос қантын қоссаңыздар да болады. Сонда соус қоп-қоңыр дәл кекстің өзінің светіндей болып шығады, яғни түсіндей. Ал ақ қантпен жасасаңыздар, дәл менікіндей ақшыл түсті соус болады. Міне барлығы еріді, мен астын өшіріп қойып жатырмын. Міне кексіміз пісіп шықты, дәл осылай қоңыр түсті болу керек, барлығы бір келкі. Ыстық күйінде осылай шанышқының көмегімен барлығын тесіп шығамыз, осылай, дәл осылай. Себебі біз соус құюымыз керек бетіне. Дайын болған соустың жартысын, теңдей жартысын осылай айналдыра құйып шығамыз. Толықтай сіңіп кетуі керек. Жарты сағат қойып қойдым суыту үшін.
Міне сіңіп кетті. Байқасаңыздар, соус түгелдей кекс өзіне тартып алады соусты. Жылы күйінде кесіп жатырмын, толықтай суыған жоқ. Жылы күйінде де ұсынсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңызша. Әсемдеу үшін бетіне кішкене соустан құямыз. Балмұздақпен ұсынсаңыздар өте әдемі болады, және де дәмді болады. Бұл міндетті емес. Сондықтан да өздеріңіздің қалауларыңызша. Маған қатты ұнады, өте керемет болған, жұмсақ және де дәмі бір ауызда еритіндей. Құрманың дәмі анық шығып тұр, қатты тәтті болып кетпейді. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, жасап жатсаңыздар міндетті түрде менімен бөлісіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.